Тау құсы. Көктем ай ет. Жомарт атай күрең қызыл дорбасын арғалап, дәрілік өсімдіктер жинап қайту үшін тау беткейінде кетіп бара жатқан еді. Атай бітік өскен тобылғы арасынан өтіп бара жатып, бұғып жатқан оларды байқап қалды. Еңкейіп жақындаса да қашар емес. Атай оларды қолына алып қарағанда, оның аяғы сынған бірден байқады. Жаралы құсты дорбасына салып алып, үйіне алып келді. Жарақатын таңып, жем берді. Сөйтіп баласындай күтіп, мәпелеп 3 ай асырады. Міне, қоңыр күзде келіп жетті. Бірде атай аулаға шыққанда, көкте тізіле ұшып бара жатқан құстарды көрді. Бұл кезде олар ауруынан құлан таза айығып, тіпті қолға да үйреніп қалған еді. Атай оны қорадан алып шығып, көкке қарай ұшырып жіберді. Олар әуелі атаймен қоштасқандай үйді айнала ұшып, содан соң барып тауға қарай бет алды. Бір қызығы, адамды көрсе алыстан қашатын тау құсы келер жылы атайдың қыстау қорасына келіп ұя салды. Тіпті атай шөкелеп намаз оқи бастағанда оң жағына келіп қонып отыратынды шығарды. Елдос Тоқтарбай.